Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің көрсететінім пластмассовый 5 литрлік бутылкадан осындай бас киім жасаймын. Бутылкадан жасаған себебім бұл түнгі ханшайым деп аталатын бас киім. Бұны қаптайтын матамыз сетка. Ол мөлдір ар жақ бер жағы көрініп тұру керек. Сол үшін оның бетінде жұлдыздар сияқты болып. Осы бутылканың пластигін пайдаландым. Бас киімді жасамас бұрын негізі еске жасап алу керек. Мен ойша ойымдағыдай жасап жатырмын. Енді бұл ескіз бойынша жасалғаннан кейін бутылка жұмсақ болғандықтан астына кішкене проволока қойып жібересіздер. Қатты емес, алюминий проволокада жарап тұр. Сол бойынша кесілген мына формамыз бойынша қаптау үшін матамен ескізін сыртынан формасын сызып алып, сол бойынша екі қабаттап тігіп аламыз. Міне уже қаптап қойдым, екі қабаттап. Енді осыны мына леска жіппен, леска дейді, или кетовый уз дейді, сонымен тігіп шығамыз. Бұл бас киімнің аты түнгі ханшайым. Енді бұны енді тез жасау керек болды. Өйткені аяқ астынан осындай образ керек болғандықтан. Бұл бас киімді біздің концертмейстер Гүлнара Жиделованың сұрауы бойынша жасадым. Ол кісі әрқашан ізденісте жүреді, әртүрлі өзінің фантазиялары бар. Сол бойынша мына бас киімді жасадым. Былай істедік. Басына мысик жасаймыз. Осындай мысик. Сосын бүйтіп кигіземіз. Өйткені бұл жерде камушка жаңағы тастар болады. Одан кейін мына бүйтіп үстінен жабылады. Мысик дейді, құс тұмсық дейді. Осылай болып кетеді. Мына мысигін бәрін жабыстырып дайындап қойдық. Мына арт жағынан басқа батпас үшін біз фетрді пайдаландық. Фетрге резинкасын бірақ тығып тастадық, машинкамен дайындап. Содан кейін барып, соны мына пластикке бірге жабыстырып тығып тастаймыз. Енді әртүрлі тастарды мына брошка жасау үшін пайдаланамыз. Оның размерлері әртүрлі. Оны енді біз бөлік тігіп аламыз. Енді шалмамыз қозғалып кетпес үшін жаңағы жасаған бутылкадан жасаған диадемімізға, жолағымызға жабыстырып тастаймыз. Оны мына найрет клеймен сәл-сәл жағып, соған жабыстырамыз. Ол сол кезде ешқайда қозғалып кетпейді, орнында тұра береді. Міне пластиковый бас киімімізді дайындап бітіп қалдық. Ішінде бізде проволока салған, соның арқасында біз әртүрлі майыстырып формаға келтіре аламыз. Мына түнгі ханшайымымыздың бас киімі дайын болып қалды. Соған біз енді міне брошка дайындап, сол брошкамызды
тағамыз. Ол үшін жылжымас үшін біріншіден кілейлеп аламыз. Одан кейін барып түгелдей тігіп шығамыз. Міне, құрметті көрермендер, пластик бутылкадан жасалған бас киім дайын болды. Міне, көрсетіп тұрғандай, мына келесі видеомда осы пластиктен қалай көз жасағаным туралы көрсетемін. Сондықтан менің каналыма жазылып, қоңырау батырмасын басып отырыңыздар. Келесі видеомнан қалып қалмаңыздар. Ал енді қош сау болыңыздар, аман есен болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.